Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Не істеп жатырсыздар? Қыстан шаршамай жүрсіздер ме? Бүгін таңғы ас, былайша мукбанк жүргізгім келеді, яғни таңғы ас ішіп отырып сіздермен әңгімелескім келеді. Жалпы темаларға. Бірінші мен таңғы асымды міндетті түрде мен су ішуден бастаймын, себебі су ағзада зат алмасуды жақсартады, қан айналымды жақсартады, ішектердің жұмысын жақсартады. Мына қаншама су ішем, әр судың өзінің дәмі бар, Мысалы, минералды сулар ішеміз ғой. Қарайсың, біреу бір таудан, біреу артезиан құдығынан. Себебі әр судың өзінің құрамы болады, минералдары. Яғни бір су темірге бай болуы мүмкін, бір су магнийға бай болуы мүмкін, бір су йодқа бай болуы мүмкін. Сондықтан судың өзінің құрамы бар, суды емдік мақсатта да ішуге болады. Мысалы, йод жетіспеушілікті жағдайлар және йод жетіспеуден туатын ауруларға құрамында йоды бар суды ішсеңіздер өте пайдалы. Осы йодталған су Сарыағаштың курортында жердің астынан йодталған су шығады. Бір рет Сарыағашқа демалуға барғанбыз 10 күнге. Сол кезде 10 күн йодталған су іштім. Дәмі керемет, түсі кішкене сарғыштау. Ал таңғы асты мен неден бастаймын? Кешіресіздер. Енді білмеймін, шашым бүгін қалай ойлайсыздар? Шашым жақсы ма, жаман ба? Комментарийға жазып кетіңіздер. Жаман болса жаман деп, лайк болса лайк, дизлайк болса дизлайк қойып кетіңіздер. Сонымен не айтып аттым? Таңғы асты мен мынадай рисовый каша жеуден бастаймын. Сонымен қатар жұмыртқа, осындай жұмыртқа жеймін. Яғни күні бойы менің уақытым белсенді, активті өтеді, сондықтан таңғы асты осылай ішемін. Бірақ кей кезде болады менде, яғни разгрузочный дни дейді ғой орысша. Яғни асқазанымды демалдыратын кездерім болады. Ол кезде мен таңғы асты сағат обедке жақын ішемін. Кашаны көрейік. Мындай невидимкам бар, қағып алайын. Қалай болды? Ладно, осылай отыра берейін. Мысалы, егер сіз күніңіз белсенді өтпесе, артық салмақ болмаса, көмірсуларды алып тастаған жөн. Қазір осы бір әңгімелескім келген. Қазір қазақ қоғамында яғни автобуста жүрген кезде осы қаншама рет кездесті, және TikToktан да басқа нелерден көріп жатырмыз, Инстаграмда. Неге бізде үлкен кісілер жастарды құрметтемейді? Автобуста кетіп баратқан жастарға неше түрлі аузына келгендерін айтып, неше түрлі жағдай болып жатыр. Әрине мен оны көріп жүрегім ауырады. Себебі
неге жастарды қолдап, жастардыға жылы сөйлеп, жастарды қолдаудың орнына неше түрлі ауыр сөздер айтып, жылатып, неге солай істейсіздер? Неге жандарыңыз ашымайды? Ол да біреудің баласы. Сонымен қатар олар уже үлкен азамат, 18, 20-да, 25-те жүрген. Қазіргі кезде жастарымыз әрі жұмыс істейді, әрі оқиды, түнгі сменда жұмыс істейді, шаршап келататын кездер болады. Сонымен қатар енді жас болса да олардың жастардың да аурулары болуы мүмкін. Кейбіреулер почкасыз, маткасыз, әртүрлі анемияның ауыр түрі болуы мүмкін, сонымен қатар депрессия болуы мүмкін, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Енді неге соны түсініп, қолдап, жылы сөйлеп, солай істемейсіздер? Сонымен қатар автобуста жүрудің өзінің әдебі бар. Автобуста жүрудің әдебі. Сонымен қатар орын сұраудың да әдебі бар. Автобусқа кірудің, шығудың, автобуста жүрген кезде орын сұраудың да әдебі бар. Автобустың ішіне кіріп алып, айғайлап, міндетсініп, мінезіңізді көрсетіп, ол деген дұрыс емес, өте дұрыс емес. Себебі жастарымызда қазір жастарға талап өте жоғары, оқығанын, сонымен қатар ақша тапқанын, сонымен қатар ата-аналар да үлкен талап қояды. Жұмыс істеп, оқып жүріп, еще үйге көмектескен қалай деген бәрі емес. Бірақ білеміз, мысалы 10 студент болсын, солардың ішінде бір 2-3 отбасы болатын шығар, қолдап балаларына ақша жіберіп отыратын. Көп студенттер ондай жағдай жоқ. Көп балалы отбасынан шыққан, әрқайсысы өздері жұмыс істейді, кейбіреулер өзінің оқуының ақшасын төлейді, солай шаршап жүреді. Неге осындай бір жау секілді қарайсыздар жастарға? Маған мысалы ұнамайды. Сосын автобуста жүру әдебі. Автобуста қаншама адамдар күтіп тұрады. Неше түрлі агрессивті, неше түрлі нелер естіп жатамыз, сөздер. Мысалы, автобусқа кірудің де өзінің әдебі бар. Бірінші, ішіндегі адам шығу керек. Ол кісі шығып болғаннан кейін сырттағы кісілер кіру керек. Сосын автобустың ішінде жүрген кезде сіз өзіңіз автобуста жүрсіз, міндетсініп, шоферға айғайлап, немесе енді ішінде адам көп кезде бір-бірін итеріп, бір-бірін аяғын басып кетуі мүмкін, неше түрлі айғайлап. Бұл енді сондай орын. Автобус деген адамдар жүретін орын, Егер сіз неше түрлі ашуланып, неше түрлі нәрселер айтатын болсаңыз, онда сізге автобустың ішінде жүрген адамдар кінәлі емес сіздің сөйтіп жүргеніңізге. Дұрыс па? Сіздің ақшаңыз жоқ, сіз автобуспен жүресіз, кім кінәлі оған? Автобустың ішіндегі адамдар кінәлі ма? Жоқ, әрине. Сондықтан кішкене автобуста жүргенде, автобуста жүрудің әдебі бар, соны сақтау керек, Одан кейін автобусқа кірген кезде сіз отырғыларыңыз келсе, оның да сұраудың әдебі бар. Келіп, тұрған оқушыларға, студенттерге агрессияңызды көрсетіп, неше түрлі аузыңызға келген айтып, ол деген мүлдем дұрыс емес, ол деген масқара ғой. Өзіңіздің әдептілігіңізді, өзіңіздің тәрбиеңізді көрсетесіз солай. Ол автобуста жүрген үлкен кісілер, азаматтар, 18-ге толған оқушылар, олар да осы қоғамның бір мүшесі. Сіздер, егер сізге қиын болып тұрса, сұрауыңыз керек. Неше түрлі кекетіп, мұқатып, ата-анасына келетін сөздер айтып, олай істеудің қажеті жоқ. Орын сұраудың да әдебі бар. Сосын сұраған кезде, айналайын балам, орын бере аласың ба? Қазір ауырып тұр едім деп сұрасаңыз, кез келген адам береді. Сосын қазір жастар көбісі шағымданады, орын береміз, не рахмет айтпайды, еще бір жаман сөздер айтады, сосын орын бергіміз келмейді деп жазады. Мысалы, TikTok'та неше түрлі енді видеолар салып жатыр, солардың соңын қарап оқып шықтым. Енді ол дұрыс па? Егер сізге орын берген кезде сіз айналайын,
балам, қызым, ғұмыр жасың ұзақ болсын, рахмет, сен секілді жастар көп болсын, жолың болсын деп айтатын болсаңыз, ол жастар осы сөзді қайта есту үшін ылғи да орын беретін болады. Себебі кім өзіне айғайлап, неше түрлі сөздер айтып, көңілін қалдырған адамға кім орын бергісі келеді? Сондықтан әр нәрсенің өзінің әдебі болады, сондықтан әдепті сақтауды сұраймын. Олай жастарды жылатып, жастарды балағаттап, сіздер қандай неге жетесіздер, жетістіктерге? Ол деген мүлдем дұрыс емес қой. Мен өзімде өз көзіммен көрдім. Енді жаңағы жастарды жерден алып, жерге салып атқан ол мүлдем дұрыс емес. Жаңағы тұрған жерде ана жас түгіл, мен өзім жылап қалайын дедім, если честно. Сіздер қоғамдық орында қалай өздеріңізді ұстайсыздар, значит, үйлеріңізде де өздеріңізді солай ұстайсыздар. Сіздің үйіңізде балаларыңызбен, келіндеріңізбен, туған туыстарыңызбен де қарым-қатынастарыңыз онша емес. Осы қоғамдық орында көрсеткен мінездеріңізді, значит, үйде де көрсетесіздер. Кішкене ойланып қараңыздар, олар да біреудің баласы, олар да біреудің әлпештеп жүрген баласы, иә? Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан автобуста жүру әдебін сақтайық, өзімізді білімді, тәрбиелі, интеллигентный адамдар деңгейінде ұстай білуіміз керек. Сондықтан енді осы теманы көбінен айтқым келіп жүрген осы. Мен деген эмоциональный адаммын. Көп ұрсып тұра алмаймын. Даже кейде шыдай алмай жылап қоямын. Қазір біздің жастар андай, біз кезінде сөйткенбіз, бүйткенбіз. Ол кезінде басқа заман болды, жоқшылық болды. Неге сіздер жастарға өздеріңіз көрген қиыншылықты тілейсіздер? Сіздер наоборот қуанбайсыздар ма? Аллаға шүкір, біз көрген қиыншылықтарды көріп жатқан жоқ, өссін, өнсін, көбейсін, ақшасы көп болсын, алға жылжысын, мақсаттары орындалсын деп. Осындай үлкен кісілеріміз көп болса, біздің жүрегіміз махаббатқа, мейірімге толып, барынша сіздер үшін бар жасауды, сіздерді қуантуды біздің мақсатымыз болады. Ал егер сіздер неше түрлі жамандап, жеке басына кір келтіріп, неше түрлі нәрселер айтатын болсаңыз, жастар құрметтеуден қалады. Себебі бірінші үлгіні үлкен кісілер көрсету керек, өзін ұстау әдебімен, автобусқа кіру әдебімен, яғни сұрау әдебімен. Алдыңғы пойызда келе жатқан, пойызда бір 82 жасар әже бір көмектесті, сол ұлға айналайын балам, ғұмыр жасың ұзақ болсын деп 10 рет бата берген шығар. Ол әжеге көмектескім келе ме? Әрине көмектескім келеді. Көмектеспек түгілі ол әжені мен, если честно, көтеріп алып өзім түскім кетті. Сондай мейірімді, аузы сондай жылы сөзге толы, иә? Ондай адамға біз ылғи да көмектескіміз келеді. Сондықтан кішкене мейірімді болыңыздар. Қазақ бір-бірін жұлып жеп, жерден алып, жерге салып, ол деген дұрыс емес қой. Неге солай істейсіздер? Бір-бірімізді осылай ұрып, жерге салып, неше түрлі нәрселер айтып, жылатып, сол дұрыс па? Кішкене ойланайық. Сол. Енді сіздер не деп ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Сіздердің ойларыңызды. Мен былай ойлаймын, неше әлемде 8 миллиард адам бар, әр адамның өзінің ойы болады. Сондықтан өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Сосын неге бізде көре алмаушылық көп? Бір іс бастасаң, бір жұмыс бастасаң, бизнес бастасаң,
сені достарың, туыстарың қолдамайды. Честно. Лайк та қоймайды, қолдамайды. Осылай. Оның бәрі көреалмаушылық. Наоборот, бір-бірімізді қолдайық. Туыстарымыз бизнес ашса барып, содан бизнесінен бірдеңке сатып алып, қолдап, таныстарға айтып, бір-бірімізді қолдайық. Сол кезде біз өсеміз. Ондай болмайды. Бар айтқым келген осы. Бүгінгі мукбанг бітті. Егер сіздерде қандай да бір сұрақтары болса, төменгі комментарийға жазып кетіңіздер, сосын менің каналыма жазыңыздар. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сау саламат болыңыздар, ауырмаңыздар. Менің каналымнан денсаулыққа пайдалы, жедел көмек және тағы басқа сұрақтарға жауап ала аласыздар. Сондықтан сау саламат болыңыздар.